Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Әйгерім. Сіздерге бүгін адам ағзасына ешқандай зиян келтірмейтін өте керемет пайдалы рецептпен бөліскім келіп отыр. Ендеше достар, менен пайдалы рецепт сіздерден менің каналыма қолдау болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ал мен сіздермен рецептпен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Ең алдымен осындай бізге рисовая мука, демек күріш ұны керек. Осы күріш ұнымызды алып, оның үстіне кішкене айранымызды құйып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін достар, қоспамызды 6-7 сағаттай қойып қоюымыз керек болады. Мен бұл қоспаны түнде жасап қойдым осылайынан, азанда пісіру үшін. Міндетті түрде, осылайынан 6-7 сағатқа қоюымыз керек достар. Қоймасақ болмайды. Ал 7-8 сағаттан асып кететін болса, уже бізде айранның дәмі нанға шығып тұратын болады. Жақсылап, осындай ешқандай түйіршік қалдырмайтындай жақсылап тұрып араластырып қоюымыз керек. Араластырып қойған қоспамызды бетін жауып, осылай 6-7 сағатымызға қойып қоямыз. Холодильникте сақтамаймыз достар. Айранымыз не жылы, не суық болу ол шарт емес, міндетті емес достар. Мінекей осындай өте керемет араластырған қоспамыз дайын болды. Дайын болған қоспамызды бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей достар, менде 7 сағаттай өтті. Енді осы қоспамның бетін ашып, мен шыққан айранның сары суын бөлек осылай сығып алатын боламыз. Бұл бізге қажеті жоқ. Сіздер де міндетті түрде осылай жасаңыздар. Мінекей керемет, өте жұп-жұмсақ араластырып аламыз жақсылап бір рет. Енді араластырып болған қоспамыздың үстінен керекті заттарымызды сала беретін боламыз. Осылай ас содасын саламыз, тұзымызды саламыз, және де бір жұмыртқамызды саламыз. Құрамы өте оңай, бірақ адам ағзасына өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ достар. Кішкене сары майымызды салып жібереміз осылайынан. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалып кетпесін. Блендердің көмегінсіз ақ араластыруға болады. Мінекей достар, дайын қоспамызды қалпымызға салып, бәрін бір тегіс етіп жайып аламыз. Қызған пешімізге салуымыз қажет. 180 градуста кішкене беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз достар. Бетін осылайынан қалауларыңызша сәндеп қойсаңыздар болады. Мен осылай күнжіт сеуіп қойдым. Мінекей осындай сап-сары, өте керемет, хош иісті нанымыз дайын болды. Дайын болған нанымызды міндетті түрде суығаннан кейін кесетін боламыз. Суымай тұрып кесуге болмайды достар. Менен сіздерге осындай пайдалы рецепт болды деген ойдамын достар. Егер видео рецепт ұнап жатса, міндетті түрде пісіріп көріңіздер, менімен бірге бөлісіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер достар. Менің каналымның дамуына атсалысыңыздар. Сіздермен болған мен Әйгерім, осындай керемет, пайдалы, дәмді рецепттермен кездескенше сау болыңыздар.